Қазір Олжас пен Ботадан сұраймыз, маған қандай қыз жарасады? Мен 4 әйел алам. Не болыпты? Олжасқа да соны. Бағанағы видеодан кейін көбісі маған кешке саған тамақ жоқ Олжас деп жазып жіберіпті. Бірақ көріп отқандарыңыздай манты жеп отыр ағайын. Что в 10, нет, в 9, что дома был. Тамақ істей аламын. Қиын жер жоқ қой. Адас шу алам. Адас проблема емес қой. Күнде жуып жүрген адам. Рұқсатсыз шықпау керек дейді. Самый главный қол көтермейсің ғой, а? Поведение қараймын ғой. Міне, саған свежий нан и свежий махаббат. Ілмеді ма? Онда мынаны ала салдым. Магазинда басқа махаббат жоқ екен. Бір әріпін алып келсем. Қазір ужинға жейміз кекс, кешке... Я тебе покажу, как надо кушать чокопир. Көбісі былай жейді. Дұрыс, ауызбен жеу керек. Бірақ оның месіндегі одан да дәмді қылып жеудің амалын көрсетемін. Бірақ көбісі білетін шығар. Осылай ыдысқа аласыздар, микроволновкаға жазыңдар, үйіп қоясыңдар, саласыңдар. Былай өзің қарап тұршы, өзің қарап тұршы. Короче, қазір Олжас пен Ботадан сұраймыз, маған қандай қыз жарасады? Мен саған ешқандай қыз көрсетпеймін. Сен айтасың, примерно саған қандай қыз жарасады, осындай қызға үйленетін сияқтысың деген сияқты бар ғой. Саған өзі нормальный қыздарды қимайды екенсің. Орамалдағы қызға үйленбейтін сияқты. Бет әлпетін енді айта алмаймын, саған қандай қыздар ұнайтынын. Саған әртүрлі қыздар ұнайды ғой. Кім деп ойлайсың? Бірақ орамал. Кім деген? Кім мен мысалы просто так андай, типа осымен жарасасың деген сияқты біреу дейді. Дай Ботадан сұрайықшы, айта ғой. Арайлым. Арайлым. Қайсы Арайлым? Маляның сестрасы. Жиенбаева ма? Иә, ол жақсы. Тура осылай кіреді ғой. Сендерден нормальный ответ күтпедім ау. Бапты. Сендер кіммен жарасады деп ойлайсыңдар? Нормально айтып беретін. Сен біреуін ғана айтасың ба, яғни қалған үшеуі бар ма еще? Сен 4 әйел аламын дедің ба? Жоқ, енді біреуін айта берсейік, хотя біреуін табайық. Мен 4 әйел алам. Не болыпты? Олжасқа да соны. Төрт әйел деген емес, бірінші біреуін тауып алайық. Білмеймін ақи, саған үйлен, осылай жүре берсін. Осылай жүре берейін. Не істемей үйленіп, бе? Зачем маған үйлен? Олжас қасында жата бер. Маған күшті жаттық екенбіз. Ебе, алып кетші. Өткенде өзің бермей менікі. Олжасты бір күн маған бер, бір күн сенде болсын. Бермеймін. Болыпты, бір апта Олжас саған, бір күн маған. Мақұл, бір жыл саған, бір күн маған. Онда бүгін мен күнім екен жүр. Точно ма? Менімен қонасың ба? Қона беремін. Шымкентте қызы көп екен ғой, келген кезде бір қыз күтіп алды. Сосын тамаққа бір қызбен барды. Сосын кешке тағы бір қыз қатты тәттіге шақырды. Қыз деген пішен екен мынада. Акымыш бауырым. Төгіп алдым сіз. Мына көйтіп бүйтіп алды да. Шайқайды ғой. Бисмилла. Ақи, кән өзің бір бағасын бір. Тема мынау, кайф екен шынымен. Еті басқаша піскен ғой андай. Кайф. Еттің дәмін сезесің ғой бауырым. Алла қаласа номер 1 бургер болады деп тұрмын. Ақи, егіріп тістеп жартын жоқ қылдың ба? Кайф екен шынымен. Сосын только шынайы отзыв айт. Құтты болсын, берекелі болсын. Әмин, рахмет. Құдай қаласа жемісін жей. Ал дәмін көрейін. Тема деймін ғой. Сендер жеп қойдыңдар, Қысып тұрып жеші. Қалай? Тема. Аталық қойыш. Құлай қайдам да. Мен ойлағам, андай поражак болса бір жарайды, адыши деп, күшті деп айта салам ба деп. Тістеп қалып едім. Жігітше досын, қасына бағасындар рецепті. Неғасын ана. Мынаның неше котлетін мына братан өзі жасайды екен. Мына жай. Қаржай, просто қысып отырмын ғой. Жеке жақ. Тағылап па досым? Бота маған WhatsApp-қа жазып жүріпті. Нан мен махаббат аласаш деп. Свежий. Алдым. Саған свежий нан. Свежий махаббат. Ілмеді ма? Онда мынаны ала салдым. Магазинда басқа махаббат жоқ екен. Бір әріпін алып келсем. Миын жетпей тұр ма саған? Қайтып жезетпеймін. Қазір ужинға жейміз кекс, кешке... Мына саусақты көрдіңдер ма? Мына бота ең бірінші рет менімен танысып жүрген кезде осы көйлекті киетін. Құмаш ол емес пе? Ол емес пе?
Айбе, осы тамақты жаным жақсы көреді ше. Сендердің де күйеулерің осындай ма? Бүйтіп шешкен жерінде қыңыр кетеді. Сосын ертеңге дейін жатады. Мен саған еркелеймін ғой. Әйеліңнің тамағы зор болады. Оны жемесең өмірің қор болады. Вау! Ботана тура батырдың порциясы ғой мынау. Бітірем. Не бар ше? Үйінде әйелін шай бермесе, әрине зиги чай ішесің. Шымкентке келіп не жейін деп жатырмын өмірімде бірінші рет. Мына қыз таныс кім мынау? Көңілімді қалдырмаңыз жан. Бізге барлық панкейктен бересіз ба? Жоқ, үй қосың ба? Жоқ, барлығын дәм тату керек саған. Барлығын алу керек саған. Давай. Барлығынан бір өден беріңіз. Бәрін қайтып жейміз? Мен бәрін сұрап қой, ахи. Или таратсаймыз. Таратсаймыз ғой. Болды. Жоқ, қойыр өзің сөйлейміз. Қойма. Қойыр. Мен екімен төлесейін. ұят болады. Не емес пе, жасайсың. Ұят болады, мәңіз. 2 шот алдым. Бірақ мен ішпеймін, сразу айтамын. Вы на русском хорошо разговариваете, да? Прямо нету. Ну, шучу-тез. Вы когда-нибудь пробовали? Да. Когда? 4 месяц назад. 33 мың теңгеге алып тастағанбыз ғой. Дұрыс қой 30 тысяч. Короче, нам бәрі біздікі ол прикинь. Тек тәтті қойсыздар да, получается. Аппетиттарын ашылып жатса ренжімеңдер. Мынандай хит болып отыр қазір шот деген. Ол қылдап тұр ғой. Но дубайский шоколад. Осыны ана қыздарға бере салшы. Мынаны тоже бере сал. Мынада бірден беру керек. Мына маршмеллоумен берші. Мынаны бересің. Ысырап болып кетеді мынаның бәрі. Ас болсын. Қыздарда бір дәметіп қойған сияқты. Так, бисмилля, на уста. Короче, дегустация. Мынау четкий екен. Ішсеңдер осының ішінде. Машина, ұйқы болды. Мынау бөлек. Мынау бөлек. Қыздар айып етпеңдер, иә? Бота сен де ренжеме. Сен де апарам. Мынау, короче, білмеймін қандай екен. Сен нан көрші. Мынау тема екен. Короче, әркімнің вкусы әртүрлі болып тұр ғой. Артымыз жабысып қалмаса болды. Карамель мороженый. Сен несімен келген ғой бұл? Мынаны сөйлесең. Короче, ахи айтады, мынаның бәрін жек қоям дейді. Жігіт ше ма? Жеп жүрмін айтады, маған айтты просто. Зиян ол поэзия. Аузынан көпірік ағып жатпа қазір. Хаттатын ат жақсы көретін сияқты бауырымыз. Қанжыртқы ғой десің. Ергелік Айбей. Түсіндіңдер ғой, в общем. Ахи, мынаның бәрін жеп болғаннан кейін мынандай өлең айтамын дейді. Көтенімді қышыттың ғой жа. Мынаның бәрін бітірсен, ахи, бір жерін жабысып қалады. Мына имбирға келген кезде арт жағым дірілдейді. Мен ішсем, сен ішесің. Давай. Көзім ағып отыр. Тоқтама, бисмилля, бисмилля. Шамайым. Көзің жұм. Тосыр. Мені. Олжас кезі мен ішіп қойдыңыздар. Давай. Ішіп қойдым мен. Жоқ, ақи мына тұр ғой әлі. Кішкене қалды. Бәрін ішіп қойдым, бисмилля. Отыр. В общем, тәттілерден кейін шот қате екен. Тұр, таксист тап кетті ғой. Негізі наш шотты тренировкадан кейін ішеді. Міне бауырлары келді деп. Қайда? Бұлай өзің қарап тұршы. Не. Я тебе покажу, как надо кушать чокопир. Тұр ғой, яғни, жешеш. Чокопирді көбісі былай жейді. Дұрыс, ауызбен жеу керек. Бірақ оны месіндегі одан да дәмді қылып жеудің амалын көрсетемін. Бірақ көбісі білетін шығар. Осылай ыдысқа аласыздар, микроволновка ашасыңдар, бүйтіп қоясыңдар, саласыңдар. Енді аузын іштесіз. Ты где ты научился? Бірақ на карамельный. Да, ағын істеп көрейік. Бұлай өзің қарап тұршы. Тоқ бірдеңе болды. Осылай ермейме типа. Саған шошып кеттің ғой жынды. Ұрғындамай кел сенде. Салам алейкум, қайнаташка.
Көбісі екеуміздің видеомыз сағынып жүр ғой деймін что-то. Ол сағынып жүр иә. Бәрі айтады видеоларыңыз болмай кетті ғой. Жаңағы оны істейсіз ғой, в общем. Кір, төрлет. Ассалаумағалейкум. Ақи шашынды аламыз ғой, не істейміз? Алмаймын шашын. О, мына нәрсені ішіп көру керек еді. Мен кеткелі біраз жаңалық болып той. Мен 3 ай Меккеде болдым. Мынандай видеоларды сағынған шығарсыңдар, иә. Тамақтың адалдығы оның жәннатқа кіруіне бір үлкен септігін тигізеді дейді. Адам адал нәрсемен тамақтанса, ол жәннатқа кіру оңай болады. Ол қалай десе, если адам бір арамдықпен бір тамақ жесе, және қиямет күні есеп қисабы болады ғой. Тамақ жегеннен кейін оның ішіне сіңіп, ол ет болады. Ет болып қатқалады ғой. Ал жәннатқа арам нәрсе кірмейді ғой. Біз ойлаймыз ғой, сахабалардың барлығы мықты болған, андай болған. Ал негізі сол мықтылардың артының барлығында әйелдері тұрған ғой. Қалай десе, олар үйінен шығатын кезде үстеріне киімдерін кигізіп, белдеріне қылыштарын беріп, короче, айтады екен ғой, біз мына дүниенің аштығына шыдаймыз дейді. Бірақ өлгеннен кейінгі, яғни тозақтың азабына шыдай алмаймыз. Сол үшін үйге не алып келсең де адалдан алып кел дейді. Біз аштыққа шыдаймыз, бірақ тозақтың азабына шыдамаймыз деген осындай бір күшті сөз есіме түсті. Болды, бисмилля, бастаймын. Біздің украшениені көрдің ба? Айтпақшы өткен видеодан көрдім, байбақман. Күшті. Эстафетаны қабыл алдым. Енді үй алсам болды. Сен қашан үйленесің, ә? Мен үйленсем, өмірдегі қыздардың бір миссиясы мен мәні бітіп қалатын сияқты. Сен самолетпен көп ұшпа жай ма? Самооценкамен соғылып қаласың айтпаса. Короче, Рамазанға дайындық. Бірақ қазір ораза оңай болатын сияқты тау, иә? Ораза өте оңай, қиын жері жоқ. И оразаның сауабы да өте үлкен болады. Ол қалай десе, мынандай, короче, қара. Қияметте сенің анаң болады. Келеді де саған сұрайды, маған сауабыңды берші дейді, маған бір ғана сауап жетпей жатыр дейді. Сен не деп айтасың? Жоқ деп айтасың. Себебі ол Құранда келген. Маған да анам келеді, саған да анаң келеді. Біз кәдімгідей жоқ деп айтамыз. Сенің әкең келеді. Сонда да не дейді? Біз жоқ деп айтамыз ғой, өзіме жетпей жатыр дейміз. Қиямет күні сондай ғой. Ал Алла тағала оразаның сауабын айтып қойды. Ораза ұстадың ба? Алла тағала саған 1000, 2000, 1 миллиард, 100 миллиард деп жазбайды. Періштелер де оның сауабын жазамайды. Оның сауабын мөлшерін жазбаңдар дейді. Оған тек қана ораза ұстады деген сауап жазыңдар, оның сауабын мен өзім беремін дейді. Ал енді қара, Алла тағала мен өзім беремін деп айтса, кішкентай нәрсе береді деп ойлайсың ба? Бір оқиға еске түседі, бір патша болған екен, қалаға шығады да, короче, бір кішкентай баланы ойнап жүрген көреді. Баланы шақырып алады да, қолына 1 динар береді, короче. Не ол динар? Алтын теңге сияқты ғой, 1 динар береді. Сосын ана бала айтады ғой, мен алмаймын дейді. Патша айтады, не үшін алмайсың дейді. Әкем айтқан маған, ана бөтен адамдардан ақша алма деп айтқан дейді. Ол ақшаны маған патша берді деп айтса дейді. Жоқ, папам сонда да сенбейді дейді. Не үшін сенбейді десе, патша болып тұрып маған 1 динар бере ма дейді. Короче, тура сонда бір қалта дорбаны алып кеткен ғой дейді. Тура сондайға Алла тағала да бірдеңе берем деді ма, значит оның сауабы өте мол болады. Сол үшін оразаны ұстау керек. Если осы видео 100 000 лайк жинаса, шашымды Олжас қалағандай алам. Болды ғой, ақи? Давай. Шашыңды алып тұрып қой. Давай. 100 000 лайк. Давай 36 сағат болсын, давай. В общем, 36 сағаттың ішінде 100 000 лайк жинау керек. Болды. Менде бір четкий прическа бар ше, соны істейік давайте. Осы еркектерді түсінбеймін. Сіздердің де күйеулеріңіз тау қалғанда қонақ келетінін айтама, мен атып тұрып үйді жинап кеттім. Өзінің тұрысы мынау, өмірлері рахат, е? Өзіне жақпа қап-қара кие. Тамағын беріп, жағаласпай тренировкаңа бар деп шығарып тастадым. Вроде үйде екеу ақпыз, бірақ аяқ киімдерден үй салуға болады. Мына боксердің грушасы да бір жылжымайтын бәле екен. Қайныларым аман болсын. Біз жас отбасы болған соң үйге көп продукты ала қоймаймыз. Сол үшін бүгін қонақтарға продукт алып, қазғартамды алып, 5 бармағымды жасауға кірістім. Дастарханымды осылай әдемілеп, сусындарымды қойып, 5 бармағымды қойып, қонақтарымды күтіп алдым. Ал бізге ас болсын. Мынау спордан ұтылды, шашын аламыз қазір. Дұрыстап алшы, пожалуйста. Қалт десе. Құдай сақтасын. Мына түр не болып кеткен. В общем, мына шашты қазір өзгертеміз, переход болады. По бокам тейпер фейд сделай, четкий прям. Ей, Не? не ол? Ренжим, еркекше ренжим. Не мынау? Қалай? Ұнады? Анау видеолардағыдай істейме деп ойлап қалдым.
аяп кеттім сені. Түрі міне ападен болып қалды я, қараңдаршы. Осындай жігіт есіктердің алдарына келіп тақ қызыңызды бересіз ба десе ештеңе қарамай бересіңдер ғой. Мама екеуміз киноға келдік. Уақыттарында жақындарына бөліңдер бауырларым. Қандай кино мама? Құшақташы мама. Мен киноға дейін. Мен киноға дейін. Қалай кино екен? Жөн. Кино ғой мама. Жоқ, басы кішкене нелеу болды енді. Түсінбедік қой енді. Ата қалай екен? Жақсы енді. Жүрекке тиді ме? Тиді. Кім көрді құшақташы мама деген? Дәл біздің өмір сияқты екен. Аумайды екен. Әкеміз айтқан кезде ол да 5-те мен 3-те болып, мамамыз біз аш қалмасын деп барлығын істеген. Осындай кинолардан кейін түсінесің ғой қаншама нәрсенің қадірін. Кәне? Заходите. Баршамыз аналарымызды бағалайық. Бар уақытымыз болса қуантайық. Бұл кісілер қуанып қалады деме, жай нәрсе үшін, не? Конечно. Қонса бар келдік. Күшті болды. Қайда барасыз? Қайда барайын саған? Домой. Домой. Жанка? Жанка десіп. Жареда. Жаке, Құрметті оқырмандар, қазір мен бір бауырымызға келдім. Бір өкініштісі, әрдайым жалғыз жүретін, жақындары жоқ. Сіздер болып, біздер болып қол үшін соссақ, нұр үстіне нұр болатын еді. Мына кабинет қой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ахи, саған не болған бауырым? Біреуге ұқсатып отырсыз ба? Ау, Біреуге ұқсатып отырсыз. атыңыз кім? Есімде жоқ. Көмектесіңізші аға. Өй, ахи, мен ғой Олжас. Екеуміз есіңде ме, Меккеде неше түрлі контент түсіретін едік. Халықты күлдіртетін едік. Пайдалы видеолар түсіретін едік. Көмектесіңізші аға. Мен алып кетіңіздерші. Халыққа қызықты контент жетіспей жатыр ғой. Рамазан айына бірге дайындалмаймыз ба деп келдім ғой бауырым саған. Жылда Рамазанды бірге өткіземіз ғой. Все, құрметті оқырмандар, қызықты контенттер басталды. Қазір, в общем, мына видеоны түсірейін деп жатырмыз. Уже Астанада жүрмін мен. Аяқ асты Астанаға келіп қалдым. Қолда тұра алмайсың ба? Жоқ, сен лақтырып жатыр ғой. Ұстасай. Тоқта. Давай, Темір. Болды. Давай, тұр, болды. Болды кетті. Болды кетті. В общем, Напкаға келдік. Горка тебейіктеп, соғынып қап шай ішіп отырмыз. Бәріміз краш көз қарасы түсірейік та. Давай, сен бірінші баста. Али, сен давай кет. Аяғым. Қолымдан кетті. Сен алмаймын сәттерге мұнна. Кімге керек үнсіздік Әдем болып тұрған. Ұнап жатыр ма? Жоқ, осырватсың ба? Бүгін қандай күн екен білесіздер ма? Мен чуть-чуть есімнен шығып кетті жаздады. Мен қазір Шымкенттемін, ал ботам Алматыда. Бүгін қандай күн ахи? Бүгін хиджаб киген, яғни оранған арулардың күні. Содан Шымкентте отырып Алматыға гүл жібердік. Ботаның реакциясын көрдіңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдынан бір қыз өтіп кетіп баратқан. Оның үстіндегі хиджабы дұрыс болмай қалған. Хиджабы дұрыс емес болғаны үшін ештеңе айтпай өтіп кетіп қалған. Кейін үйіне барып Фатима анамызға былай деп айтқан екен: әйел заты ол аманат дейді.
оған қаталдық емес, бәлкім мейірім жарасады дейді. Яғни оған мейірімділік танытқан более оны көбірек не істейді, жібітеді дейді. Сіздер киген әшейін киімдеріңіз ол мата емес, ол Алланың әмірі. Алла тағаланың алдында әрқашан осы киген мынау киімдеріңіз қиямет күні бастарыңызға тәж болып оралсын. Шынымен де біз еркектер көп нәрсеге шүкір етпейміз, бірақ дәл қазір шүкір еткіміз келіп отыр. Алла тағала хиджабты еркектерге парыз етпеген үшін. Егер де әпкеңіз, анаңыз немесе келіншегіңіз орамалда болса, бүгін міндетті түрде құттықтауды ұмытпаңыз. Біздің оқырмандардың арасында орамалды аруларымыз бар шығар. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Алла сіздерге разы болсын. Көтек көп сөйлей берме, басыңды жұлам, екі аяғыңды бір етке етқан. Много не базай. Құда қаласа бүкіл қазақ елінің алдында сайрап жүр ғой жаңа. Сол конкретно грамотно аузын жауып, екі аяғын тығып, ол тегін шықпайды. Мен тегін шығуға дайынмын да, любой қойды. Марста маған ринг қойса, бана ринг болса болды. Мен тегін шыға беремін, халық ел үшінші. Мен ақша дүние деп мұқтаж емеспін. Ол ақша сұрап жатыр. Ол білетті, қаяқ жейтін біледі, құлайтын біледі. И сол ақша сұрап жүрді, ақша. Мен елге қалққан. Ол қорқып жатыр, қорқып жатыр дейді. Бірақ на самом деле өзі қорқып жүрген кім? Өзі ақша сұрап жүрді, тегін шықпаймын мен дейді. Аға таяқ жесем де ақша алып қалайын деп жатыр да ол. Любой жерге мен шығып жатайын, любой. Мұхит ағаймен ойнамаңдар. 1 минут болды ма? Короче, сендерге бір қызық айтайын. Машинамен келе жатамын. Ақи звондап қоймайды, короче. Екінші рет звондайды. Бірдеңе болып қалды осы. Ішім андай бірдеңе сезді да. Машинадан мен түсіп қалам. Артынан бір машина келіп былай тоқтайды ғой. Қарасам, мынау қанша шай көріспедік па? Сағынып қалдым. Баршы сол қызыңа, ұстамашы мені. Ұстамашы. Баршы сол қызыңа. Жүрсейсің мен. Жоқ, мені қыздар қызғанбайды да. Мені қызғанатын адам мені. Осы уақытқа дейін сіздерден жасырып келдім. Айтқым келетін, бірақ айта алмайтынмын. Қазір енді көп ойланып, сіздерге айтам деген шешімге келдім. Қысқасы, бұл Әділжан 5 жаста, бұл Ясмина 9 жаста. Бұлар менің двоюродный брат, кішкене сестренкам ғой. Екеуін ертең қайда кетіп барасыңдар? Дубайға. Сендердің жастарында мен не то что Дубай, Астанаға келе алмайтынмын ғой. Ну, время сейчас такое. Ойбай. Ясмина деген сестренкам ше, орысша қалай сөйлейтін білесіңдер ма? У тебя какие таланты есть? Я могу хорошо плавать, гимнастика есть чуть-чуть. Ну, могу на руках стоять. Давай, покажи. Он қайда қалмаш? Шпагат что? Ты что умеешь? Что делать? Ой, бля. Бір түрлі көрінеді екен, Ясмина, тұршы. Английский знаешь? Да. Белый, White, черный, black, синий, blue, розовый, pink, фиолетовый, purple, красный. red, flag. Как дела? Good. Сколько тебе лет? I am 9. Откуда ты? I'm from Kazakhstan. Сети. Екібастұз. Сен қазақша сөйлей аласың ба өзі? Әрине. Сальтуха сен бергіл. Не істей аласың сен? Как сказал Сатухи, и кайшо, и чё? Бәрекелді. Ана зиги колан подай. Как тебе вкус? Имба. Имба? Имба. Че это? Типа как классно, прикольно. Имба деген сөз жаттап алдым мен. Қазақша таппақ білесіңдер ма? Жетті жемен аталқол, жеме сатылмыш. Жепте болашам, той шашады қалқымыш. Аударып берші, не деді? Ты кто по жизни? Адам. Ты кто по жизни? Адам. Дұрыс, адам болып қалу керек всегда. Нянька болып отырмыз. Бүгінгі түнді өткізіп алмаңыздар. Бүгін қасиетті түндердің бірі Барат түні. Қазір Шағбан айы, айдың ортасы болғандықтан бұл түні қасиетті түндердің бірі. Қадір түннен кейінгі орында тұратын Барат түні. Бұл құлшылық ететін түн. Өз күнәларыңа тәубе ететін күн. Енді бұл түнді немен өткізу керек? 100 ракат арнайы намаз оқу керек деген нәрсе жоқ. Арнайы бір айтылатын сөздер, анау-мынаулар жоқ. Өздеріңіз білетін зікірлерді, дұғаларды айтып, самый главный тәубе етіп, күнәларыңыз үшін кешірім сұрайтын нағыз түн именно Барат түні. Оразаға небәрі 2 апта қалды деген сөзі жүр. Барат түннің мағынасы сондай. Оразаға рухани дайындалып, пәк халде кіруімізді нәсіп етсін. Бұл түні отырмасам маған күнә жазылады деген нәрсе жоқ. Так что өздеріңіз
білесіздер. Біздің міндет ескерту, барынша дұға етіп истихфар айтыңыздар. Бізге де дұға жасап қойыңыздар. Ал бүгін түнде қандай дұға жасасам болады, не айтсам болады десеңіздер, сіздерге қазір мына жерге 1-2 дұға айтамыз, соны айтсаңыздар болады. Бұл жерде ең бастысы ниет. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим, адада халқихи, ва рида нафсихи, ва зината аршихи, ва мидада калиматихи. Осы дұғаны айтсаңыздар, сауабы өте мол. Сосын астағфируллахты көп айтыңыздар. Себебі астағфирланы айтсаңыздар, Алла тағала перзенті жоқтарға перзент береді, бизнесі жүрмей қалғандардың бизнесін жүргізеді, кедей болса оны байытады және өзінің нығметтерімен ризықтандырып қояды деген. Жақындарыңызға бөлісіп таратып қойыңыздар, бүгінгі түнді өткізіп алмасын. Бұл видеомен бұл дұғаны сақтап алыңыздар. Жұма қабыл болсын ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахих хадисі бар. Кімде-кім осы дұғаны айтса, дәл осы дұғаны айтуды әдетке айналдырса, тіпті аптасына немесе күніне немесе айына бір рет айтуды әдетке айналдырса, осы дұғаны айтуынан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи қиямет күні қолынан ұстап тұрып жәннатқа кіргізеді деген. Ол қандай дұға? Бір-ақ қатар тұрады. Мына қараңдар. Радиту биллахи рабба. Яғни мен Алланың Раббым екеніне мен разы болдым дейді. Ва бил ислам дина дейді. Ислам діні менің дінім болғанына мен разы болдым дейді. Ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам набиян ва расулан. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам менің пайғамбарым, менің елшім болғанына мен разы болдым деген дұға. Осыны жазып алыңыздар, қазір фотосын былай қоямыз. Осыны жаттап жазып жүріңіздер. Әдетке айналдырсаңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қиямет күні дәл осылай қолдарыңыздан ұстап тұрып жәннатқа кіргізеді. Жұма мүбәрәк болсын. Тәсбихті дұрыс айту керек. Ана көбісі имамға жаныған кезде 33 рет айтамын деп субханалла 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 сөйтіп айтады ғой. Ол дұрыс емес қой. Сен де сөйтіп айтасың ғой. Мен өйтіп айтпаймын ғой. Сен қалай айтасың? Субханалла субханалла субханалла. Субханалла емес, субханаллах. Алхамдулилла емес, алхамдулилlah. Бұл мақтану емес. Бұл дұғаның дұрыс айтылуы. Аллаху акбар деп айтады. Аллаху акбар емес. Аллаху акбар. Сосын бүгін жұма күні еркектер үйіне барған кезде есікті теуіп кіру керек. Еркектер жұма күні үйінің есігін теуіп кіру керек дейді. Не үшін десе, оның қолында заттар көп болғаны соншалықты есігін қолмен ашамай, аяқпен теуіп кіру керек қой. Күндеріңіз берекелі, табысты болсын деп тұр ғой. Амин я. Қайрат бүгін Арсеналда айрат отвечает. Сен не деп ойлайсың? Ұтылады. 3-1 немесе 4-0 Арсенал. Қайрат бір гол салса ше, любой желайдан орындайсың. Болды, айтқан сөзің айтқан ғой. Бір гол салса любой желание орындайсың. Еркекше. Қайрат бір гол салса. Иә, Қайрат бір гол салса. Болды. Бутылкаға отырғызам ғой мен сен. Шотам. Шотам. Пенальти қалай кетті? Әдемі кетті ма? Қарасай. Қой мен дизи бутылкасын іздеймін. Басқа желание береміз а? Аш аузыңды десің. Ау! Кілт қалтамда ұмыт кеттім. Белімді ауыртып алғам ғой. Алдында құлап. Белді кімге тексертеді? Дәрігерлерден. Или рентгенге түсіру керек па? Или не жақса болады? Или массаж дұрыс па? Тренировкадан келетім. Бүгін Алла қаласа Шымкентке жол жүру керек. Етін ауыртып алған сияқты. Бота музыканы дарылдатып отқан сияқты. Үй жинаватсың ба жан? Алиса, стоп! Жан сен ең тұрдың ғой примерно. Өтсақ па. Шоны мен тәттім. Өткен жылда бір бітпей қалған бір іс бар. Қалайсың бе? Опа! Келді ма? 2025 жылы көрдіңдер ғой? Куә болдыңдар ғой? Зиги-заги потолок қойды ма? Қойды. Қызық премияда 100 миллион теңге білімге бөлді. Мұна көбіл тестерінде ма? Патриот магазинға береміз дедік қой. Сол атыраулықтар ұтып алды ғой. Атыраулықтарға жалын сәлем, құтты болсын. Клубничный рай деген дүкен ұтты сіздерде. Сол кісілер бүгін ат тербетіп келіп қапты Астанаға. Күн аяз. Басында зиги-заги шыққан. Сосын зиги чай шықты. Сосын зиги кола шықты. Сосын зиги-заги уже 1 литрлап шығып жатыр ғой. Қалайсың бауырым? Денсаулық қалай? Қалай жеттің Атыраудан? Арманы сізді көру болды, сол шынап келдім. Атың кім? Олжастан. Не дейді? Бүкіл Атырау қуанып жатыр. Адамға жақсылық жасасаң, сол жақсылық саған қайтып келеді. Ол вообще енді потолок қой енді. Кім береді? Машинаны айтшы. Ешкім бермейді ғой. Шүкіршілік етеміз. Аллаға мында бір шүкіршілік етеміз осы күнімізге. Шүкір еткен адамға Алла тағала өзін есесін береді. Бұйырса Атыраудан күш жетіп бақ беріп жіберемін. Атыраудың балығы қалай дәмі негізі? Шоткий ма? Просто кеше дейтін ана задержка болып ұшып ала алмай қалдым. Қолым құрғыл келгеніне ұялып тұрмын. Неге? Сен үшін болады. Сенбейді, сіздің өз келгеніңіз өзі бізге подарка болып тұр ше. Люблю тебя. Ты меня любишь?
үзбей қарайды ғой сені. жанымсың. Сен ана бір әйелімен бір рубашка шешіп киім киіп жатқан дырқылдап күліп қарайды ғой. Мынау саған бәрі жарай ма? Новыйдан шыққан. Я сегодня блядь адам. Брат удаш. Ей, молодец сөз. Прям қуанып тұрмын ол жазған саған. Спасибо. Аман жүр. Амин. Бала шағаның қызығын көр. Аумин. Маман аман болсын, маман да қарап қал. Кеше сен маманға жемчуг подарок еткенге мен де жемчуг алып алдым үндеме. Сонан заказ бердім. Сенің фанатың болып жүр ма бәріміз бірдеме ғой деймін ба? Бұйырса Атырауға барам мен де. Кел күтіп алам. Осы зеги-зеги машинасымен күтіп алам. Жоқ серьезно, отырасың ба? Отыра берем ғой. Ал смотри ал. Ой, біз приор айдап жүрген балаларымыз ғой. Бәрі сол ойлады ғой, шөберетін десең, айдайсың ба? Конечно, жүргіземін. Ой, бұны 6-7 миллион тұрады, қол жете алмай жүрген қаншама адам бар. Менсінбейді өзі. Біреулер видео айтты. Құрсын, ана шевролет үшін терлеп жатыр ғой бүйегілі. Құрсын терлейсің ғой дейтін, мә чего стоит. Біреуге арман ғой бұл. Маған арман. Дұрыс қой. Мен қарапайым, маған арман ба? Бұйырса балық жейміз. Атыраудың балығын. Жақсы әпке, аман болыңыз. Құтты болсын ал. Қасық жасқан подарок істейміз. Жан. Жан, держи деймін. Это тебе. Не? Я ашты şimdi. Тупи-тупи. Не мынау? Подарок. Перчатки ма? О, так мило. Светить, будь ты солнце. Ведь ты солнце, ой, солнце. Светить деген не ол? Жарық болудан ұялма, сен күн соңы дейді. Блин, Жан, почему так, блин? Шашылма деп айттым ғой саған. Приятно, спасибо. Күшті. Нет. Я шоколаду люблю. Давай сфоткаемся сначала. Давай. Да, сфоткаем. Бисмилlah. Не, вкусно очень. Я все не съем. Ну, угощайтесь. Так и говорится, вылежи, вылежи, да? Ой, бля, извините, бля. Кого надо поблагодарить? Негізі мен бота қалып бергем мынаны. Ас болсын сен. Рахмет. Бота. Жан, ты что так рано? Ача? Я тебя вижу. Мен мешітте қонайын ба? Не, все, отрым просто. Сен үлгерем дедің ғой. Жан, я не рассчиталась, если честно. Мен ана қайнағанша күттім, пюрен. Бұл қызға айтқам ғой, мен мешіттен келген шейден пирожки пісіріп қоя аласың ба деп. Я смело деген. Жан, мен сен ұзақ болады деп ойладым честно. Мына гүлін қараңдар. Б деген. Осындайлар сұрайды, мысалы. Әпеш дейді. Тұрады сосын осылай бет алды. Күшті ғой. Не? Тұрғаны күшті ма? Әдемі. Кетші. Неге екеумізге блогер болмасқа? Ой. Sen күшті. Шет не бар? Зеги чай бар. Зеги чай. Ойбай, түрін ұрайын. Ойбай, sonra менен етіп алмайды ғой. Ол кезде бойдақпын мен де. Ойбай, ойнақ қойдың ба? Әкел. Мен сені айырамын. Мынау не? Мен бұмен ұрсып жүрдім. Не мынау? Не әңгімесін деп тұр айтшы, не? Мына жерге енді кім түспеді айтыңдаршы. Жыл сайын Қазақстан бойынша 200 мың оқушы осы жақтан лента алады. Жан, мынау болмайды саған. Серый ғой, серый. Мына лента жан енді қара. Вау. Қазір неше түрлі шыққан, иә? Я. Жігіттер, қыздар, мен өзіме не тапсырыс бердім. Бірге анпакинг жасайық. Лақтыр. Ой, бірі білсе де бірі білмейді, мен бокспен айналысып жүрмін. Уже біліп қоя жазда не екен, е? Әлимнан жинау керек. Яко. Көтеріліп отыр, Мынаның ішіне оказывается су құю керек екен. Біз тупиден жинап сағымыз ғой. Қараны, тесік тұрады. Чо там? Бар. Шықсайды.
Қол тауып қалды бош дес. Ұнады ма? Қазір отырам. Бісміллә. Ойбай. Қалай жан? Неге жылап жатсың жан? Неге жылап жатсың жан? Ұнады ма? Ба, как ты хотела? Вау! Жылауығым менің. Қуаныштың жасы ма? Ненің жасы? Болдың ба? Қарап olmayды сендерге. Жылауығым менің. Кішкентай өзі. 2005 өзі. Ботам қатты жылағаннан ботына сиіп қойды. Спортивный комплекттер дайындап қойғанбыз. ВКО деген. Символично, да, просто? Переснимать надо. Давай нормально надо. Как есть соловей. Сосын мынау спорттайшн деген бренд. Менің дос болам. Өзі спортпен алысып. Қай форма братан? Зор банядағыдай алып. Бұлақ су банядағыдай братан. Мына куртка қалай? Өскеменнің морозына дейді ғой мына куртка. В общем, полный киініп алып. Рамазан айына 25 күн қалды. Мен осы жылы өте ерекше қарсы алғым келді. Ораза айын үлкен мереке қылып неге қарсы алмасқа деп үйді безендірем деп шештім. Менің күйеуім қолдап үлкен көмегін тигізді. Бұл кісінің енді маңдай тері деген төгілді. Біз енді осыны жыл сайын дәстүрге айналдырғымыз келеді. Және де бұл эстафетаны барлығыңызға жолдаймыз. Үйге өте ерекше және керемет декорларды тапсырыс бердім. Өзіме енді қатты ұнады. Үйдің ішіндегі атмосфера толып, Рамазан айы келе жатқанын сезіндік. Адамдар жаңа жылда ыбыр-жыбыр болып қатты дайындалады. Неге Рамазан айына осылай дайындалмайды деп ойлайтынмын. Негізі біздің мереке ораза емес пе? Ең бастысы адамдар осыны көріп, жалғастырсыншы деген ниетім бар. Дәл осы трендті хит қылайықшы. Адем болыпсың брат, адем. Ассалаумағалейкум құрметті қазақ халқым. Мен Алматыда көрмеген біздің танымал блогеріміз Астанада көріп жатырмын. Қаныңыз қалай? Аллаға шүкір. Осы данный мен сұрап берейін ба? Иә, болды. Шапка киіп алсаңыз шағатқа. И айта салашы, менің атым Серік, жазылыңдар анау деп. Болды. Если что, рекламаға ақша берем ғой десең. Сіздерге жалынды сәлем. Сонау Астанадан ағамызды қолдап жүріңіздер, жазылып тіркеліп қойыңыздар. Аман болыңыз аға. Ахмет, жақсы, ассалаумағалейкум. Алматыда көрмеген адамды танымал блогерді, сіздің атыңыз кім еді? Базар жоқ. Суық күн. Иә. Сіз өзіңіз Алматыдансыз ғой? Жоқ, мен Екібастұздікімін ғой. Амандықты жолағайық бал телектің түбінде. В общем, ақ көңіл жан екен. Бір көңіл күйді көтеріп қойды. Бісміллә. Ойбу, мен қазір бокспен айналысып жүрмін ғой, білесің ба? Міне. Мына Мұхит ағайға келіп жүрмін қазір. Зал тишина, ешкім жоқ. Брат, тренировка нешеде басталады? Базар жоқ. Мотос жеміріп кетіпсің ғой дейді. Маған тұрмысқа шыққан любой жан семіретін еді. Екеуі жүре ма дейді. Негізі сөз салам ба деп жүрмін ботаға. Акимеш отыр ғой дейді, иә. Акимеш жаралы, жүрек, жас қайын. Білмеймін, осы маған не сөз салмаған ше. Жүрек деп те сөз салған жоқ, үйлейік деп те сөз салған. Өзін уверен жігіттер сразу сындырады да, тұрмысқа шайық деп айтады ғой. Мен ботам томпақ болса да, семіз болса да, арық болса да, сұлу. Так что тесе бермеңдер оған. Сендердің комментариялардың кесірінен білесіңдер ма? Түні бойы осын жұбатумен отырам ғой мен. Білесіңдер ма? Бұл жаман андай, көңілге жаман алады.
И каждый комментарийін оқиды. Сендердің жазған әр комментарияларын семіріп кетіпті, бүйтіп кетіпті, қарын шығып кетіпті, бүйтіп. Соны мен жұбатам. Сендердің кезерлеріне мен бұны жұбатам. Бұл көзінен жас аға салады. Бота сұлусын көрме, бәрі жазып кетті, әдемісің дейді. Бұл 2-5 қой, кішкентай қой, алдасындаршы сән. 2-3. Бота чикошқа ұқсайды дейді, я сол үшін алдым ғой ботаны. Екеу 2-5 қой тауықта ғой. О, Маркус. Resmi Markus'tu. Беканның інісі ма? Иә. Маркус, парфюмға құртатын ақшаны неғып бізге құртып атсың? Ашыны бай. Ашты olmayayım. Тапташы. Чувствительный ғой. Ағылы тұра ғой. Ботасын ақтайды. Ар жүрші. Құдай сақтасын де. Тема өтті ма? Сен мынаны жақ қойшы менікін. Мен сенікін жақ қой салайшы. Мынада нешче. Мен сабаққа кеттім, короче. Сен отыра беріңдер ішче. Отырдым. Аппетит ашып кеттім, ма? Ренжімендер, шағырныйлар. Достар. Домалақ бастар. Ренжімендер. Сырный ғой, короче, мысалы ішінен. Мынаны саласындар, мен бүйтіп. Бисмилlah дейсіңдер, да? Бисмилlah дейсіңдер, да? Düşün ботаны өлесі қойды. Нешеге жақын ба? Жай оласам. От души. Алдай доспен келеміз. Қол жуу керек. Қол жан байқасына же танк етпесін үстіне. Қайда барады? От души. Ағылшынға барады. Кімге ащы ұнайды, кімге тәтті ұнайды. Жан сүйсейікші. Кетчер. Пожалуйста. Кетчер. Джон, пожалуйста. Джон. Сүйсейікші. Үйге келдік, ботамның шайын ішейік деп. Бәрі қатып қалған. Мына сатқын бауырымыз келді. Қазір бәрі сатқын болып кеткен ғой. Кіммен араласқаннан бәрі менен кетіп қалған ғой. Кезінде адуши поддержка беріп қолдап едім. Қазір ешкім менсінбейді. Хайыр. Міне мен жанымда жүретін бауырларым. Темірлан, до конца. Видеограф. Пошел ты. Суния бауырым, Али бауырым. Осы жігіттер жетеді маған. Қаншама бала болып бәріміз бірге. Бірақ уақыт өте келе солай болады өзі. Әркімнің өз жолы бар, әркім өз жолымен кетеді. Қалатындар қалады. Жарайды, аман болыңдар.
Біз бұл съемкаға 2 күн уақыт кетірдік. Иә, оңай болған жоқ. В целом мен түсіретін видеоларда көп еңбек жатыр. Просто мен сендерге тек результатымен бөліскеннен кейін көбісі біздің еңбекті қатты бағаламайды. Видео сапалы шығу үшін қаншама миллионға аппаратура аламыз. Бұның бәрін құрып, оны қайтадан жинап, бұл да бір әжептәуір жұмыс. Бисмилля деп бірінші кадрымызды осылай түсірдік. Бір кадрды түсірудің өзіне әжептәуір уақыт кетеді, жаңағыдай ракурс алады, ойдағыдай шықпай қалады. Жаңағы дүниенің барлығын алып басқа локация, яғни далаға шығасын, осындай суықта оны құрасын. Дронымызбен де бір әдемі кадрлар түсіріп алдық. План бойынша мына жерге метеорит құлау керек. Ал метеориттің құлағанын көрсету үшін мына жерді қазу керек. Барлығы эффектіна көріну үшін мына жерде біз көмірді жарты сағат қыздырдық. Дронның да пайдасы тиді әйтеуір. Метеориттің құлаған ізін қазып аламыз да әдемілеп көмірімізді саламыз. Даладағы түсірілімнің өзі бір 3 сағатқа созылды ғой. Ана жерде неше түрлі қызық болды енді. Тондық та, күлдік те, ойнадық та.